Қайырлы таң, құрметті көрермен. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Ол үшін менімен бірге жаттығу жасаңыздар. Бүгін бетті арықтауға немесе екінші иекті кетіруге арналған жаттығу түрлерін көрсететін боламын. Ол үшін жаттығу жасайтын бөлмелеріңізді терезелерді ашып желдетіп алыңыздар. Өйткені ауа температурасы 20-23 градустан аспау керек. Кеттік, бірден жаттығуымызға кірсек, ол үшін қолымызды иыққа қойып, иығымызды алға 10 рет айналдырамыз. 1, 2, тамаша. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Енді екінші иекті кетіру үшін қолымызды белге қойып, иегімізді жоғары қарай созамыз. 10 рет созсақ жеткілікті. Кеттік. 3 дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. Иегімізді жоғары қарай барынша созамыз. 1, оңға қарай. 2, 3. Екінші иекті кетіріп қана қоймай, бетті арықтауға да көмектесетін жаттығу. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Енді солға қарай иегімізді созамыз барынша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Енді жағымызды барынша алға созамыз. Екінші иекті кетіру үшін, ол үшін алға қараймыз да жағымызды барынша алға қарай созамыз. Осылай. 1, 2, 3 кені бірге бастайық. Жаттығу күрделі емес, жеп жеңіл, сол үшін бәрімізге де ыңғайлы. 1, 2, жағымызды барынша алға қарай созамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, енді бірлеп. 10. Тамаша. Басымызды енді төменге алдыға қарап жасаймыз. Жаттығу түсінікті болса, бірге бастайық. 1, 2, 3. Басымызды барынша төмен қараймыз да, жоғарыға созамыз иегімізді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жай ғана созбаймыз, мойындағы бұл суретті барынша тартылу керек, созылу керек. Жай ғана басты көтеріп қана қоймаймыз, иегімізді мойнымыздағы бұл суретті созамыз. Тамаша. Енді 2 рет жасасақ жеткілікті. 1, 2. Тамаша. Енді келесі жаттығуымыз қолымызды кеуденің тұсына әкеліп, осылай барынша ашамыз, ашып қосамыз. Жаттығу түсінікті болса, бірге жасайық. 1, 2, 3. Қолымыз кеуденің тұсына келеміз да, осылай екі жаққа ашамыз. Тамаша. 10 рет жасасақ жеткілікті. 1, 2, 3. 1. Тамаша. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді соңғы жаттығу арқа бұлшық етіне арналған созылмалы жаттығу болып келеді. Ол үшін қолымызды белге қойып, оң қолымызды солға қарай осылай тартыламыз. Жаттығу түсінікті болса, 3 дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. Сол қолымызды белге қойып, оң қолымызды солға қарай созыламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Қолымызды ауыстырамыз, оң қолымызды белге қойып, сол қолымызды оңға қарай созамыз. 1, 10 рет жасасақ жеткілікті. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, енді екеу, 9, 10. Бүгінгі жаттығу тізбегі өз мәресіне жетті. Арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше